Жап-жас жігіттер жүректен кетіп жатыр. Ол энергетикалық сусынның кесірі. Қант, кофеин және тауриннен тұратын химиялық қоспа жүрек жұмысын бұзып, тамырларды жарып жібереді екен. Кардиологиялық орталықтарға энергетик ішіп талып құлады деген диагнозбен адамдар ағылып түсіп жатыр. Бәрінен де жаман ол бәлеге оқушылар да үйір боп алған көрінеді. Қараңыздаршы, энергетикалық сусынның неше түрлісі бар. Мен ең танымал деген 3 түрлісін ғана әкеп қойдым. Ең арзанның өзін 450 теңгеге сатып алдым. Бұның сыртында жазулы тұр. 18 жасқа толмаған балаларға емізулі баласы бар және жүкті келіншектерге жүйке жүйесі сыр берген жандарға мүлде ішуге болмайды. Әрине, оның барлығы ұсақ-ұсақ әріптермен жазылған, көзім әрең жетіп отыр. Тағы күніне бір құты, яғни 450 мл ғана ішуге рұқсат етілген, оны да мына жерден оқыдым. Ал бұл мөлшерден көбірек ішсеңіз, о дүниеге аттандырып жіберуге қауқарлы, қауіпті сусын. 4-еуін іштім сол күні жұмыстан. Кеш келдім, түнде 2-лерде үйге келіп машинаны қойдым. Жүрегі біртүрлі сезіндім өзіме. Жүрегім жода біртүрлі болып, соны тартылдап соқты. Айелім, келіншегім 103-ке звондап скорыйға. Ауа жетпеді, сұр болып кеттім. Еңбектеп далаға шықтым, сол аралықта скорый жедел келді. Мини инфаркт алдым. Жүректің майда тамырлары жарылып кетті. Бауыржан жүк көлігімен алыс жолға қатынайтын жүргізуші. Бұл сусынды басында ұйқысыны ашу үшін ішіп жүріп, кейін қалай тәуелді болып қалғанын аңғармай қалған. Осылай бір өлімнен қалып, далтаңа Тілеуғабыл тиктокты жарам деп жанын бәйгеге тіккен. Скорый шақырыңыз. Рекорд үшін 7-1 бөтелкесін қатар ішкен, осылай елдің назарын аударамын деп өмірінен айырыла жаздады. Тиктокта 30 мың, ютубта 3 миллион адам көрді деп мәз өзі. Қасыма жаңағыдай дәрілер и достарымды бәрін алып алып, түсіретін мобилографты алып алып, сол челленджді орындадым. Бірақ 7 банкыдан кейін уже есімді жоғалттым. 2 аптада емделдім. 70 килограмм едім, қазір 63-7 килограмм тастап жібердім. Сол панический атакамен, ауырып қалдым. Енді асқазанында жара қалды. Жедел жәрдемді әуре сарсаңға салды. Ақыры зиянын дәлелдедім деп отыр. Ел зиян екенін білсе де іше береді. От него же он, у меня зять умер. Татарстан уехал, надо дальнейший. Қайтты ғой. Ішуге болмайды, судан артығы жоқ деп ойлаймын. Слишком көпті ішуге болмайды. Енді күнне бір маңдай бөтелкесі жетеді деп ойлаймын. Бүкілі ішір ғой енді. Реклама өтті оған. Бүкілі білетті шет. Тұрмысқа шығыватқан қыздар бала көтере алмай жүр. Оның бәрі энергетиктің кесірі деп ойлаймын. Нәтижесінде кардиохирургия орталығына энергетикалық сусын ішіп құлады деген анықтамамен түсіп жатқандар көп. Энергетикалық сусындар қан тамырларын тарылтып, қан қысымының көтерілуіне алып келеді. Жүректің әртүрлі аритмияларына алып келеді. Біздің орталықта тіптен өмірге қауіпті ырғақ бұзылыстарымен түскен науқастар бар. Кофеин, таурин және көп мөлшердегі қант бұл кез келген энергетикалық сусынды құрайтын негізгі зиянды 3 зат. Құрамына қарап дәрігерлер шырын емес, у екенін бірден айтқан. Энергетикалық сусындарды 21 жасқа дейінгі жастарға сатуды тыйым салу жөнінде өзгеріс енгізу қолдауын тапты. Одан бөлек денсаулық сақтау министрлігі құрамында қант қосылған сусындарға қосымша салық салу мәселесін көтерді. Бәлкім бағасы қымбаттаса қыруар қаржыға зиян дүниені сатып алуды қоятын шығарсыздар. Ақбөпе Тәңірберген.